Сандуғаш сандық. Қазақтың басты байлығы мал. Малдың басын құрап, көзін тауып, ерінбей жалықпай еңбек еткендер бай болады. Еңбекпенен құт келеді, құт келген үйден жұт кетеді. Бірақ құт пен жұт күн мен түн сияқты көне күндес. Бірін-бірі кейде жығып, кейде жығылып, аңдысып келе жатқан жуыспас, туыспас құбылыс. Бабамыз Бердімбет бай мен арғанамыз Күнекей бәйбіше құт қонған жандар екен. Жұтқа ұшырады ма, ұшырамады ма, о жағы маған беймәлім. Бірақ селдіреген байлықтың шетін жас бозбала әкеміз Мұртаза мен оның інісі Әміреқұл көрсе керек. Міне, бұлар шын жұтқа ұшырады. Табиғаттың толағай толайым жұт емес, жоқ, дөрекі, зорақы жұт. Бірінші рет Совет өкіметі орнаған жылы бір сыпырған, екінші рет 28-ші жылы басталған кәмпеске. Бұл жолы тәркілеу тұлдыр қалдырмай кеткенде, әкеміз жүген ұстап, қара жаяу қалған. Бақ пен сордың арасы бір-ақ қадам деген сонда болған. Дегенмен, өрлеп ішіп, шайқап төккен байлықтың сарқыт-сарқыны жағын мен де көзіммен көріп, өз қолымен ұстадым. Соңғысын өз қолымен қираттым. Ол былай болды. Мұртаза мен Әміреқұл соңғы кәмпеске жалмауыз шегірткедей жайпап келе жатқанда, бір киіз үйді, бір әбдірәні сандықты, бір кебежені, бір тігін мәшинәсін Бегалының бұзылған қорасының іргесіне көміп, жасырып үлгеріпті. Мал болса жерге көміп жасыра алмас еді. Көрдіңіз бе, дүние жиһазды басқа елдердің байлары неге көп жиятынын? Мысалы, жанымызда отырған өзбек байлары малды мыңдап, мыңғыртып бақпайды. Тіллә, яғни алтын жинайды. Әуелі жай салады, бау-бақша өсіреді. Сарт байса, там салады, қазақ байса, қатын алады деген сөз содан қалған. Сонымен, әлгі бізге Айша мен 3 жетімге мирасқа қалған 6 қанат ақ киіз үй, былғарымен оюлап қаптаған кебеже, киім тігетін ақ мәшине және зерлі әсем сандық. Не болды дейсіз ғой? Киіз үйді Жуанқұл тартып алып, тракторшыларға қос тігіп беріп, ақ киізді қара май тулаққа айналдырды. Кебежені Айша жан қысылғанда бір қап тезекке айырбастады. Ендігі қалғаны зер сандық пен аяқ мәшине. Мәшинені Айша шөптің арасына құрым кигізге орап тығып тастайды. Бізге көйлек көншек тігерде ғана түнделетіп шығарады. Ал сандық төрде тұр, бірақ жарқыратып қоймайды. Оны да көнетөс алашамен жабулап, жасырған болады. Киіз үйден басқасын Ұзын Дембай деген бай, саудагер атамыз, баяғыда Ресейден бе, әлде Хиуа, Бұхардан ба, алыстан алып келген. Өйткені ол жаққа Бердімбет байдың малын айдап барып сатқан ғой. Мені қызықтыратын сандық еді. Алашаны түріп қойып, бетіндегі түрлі-түрлі оюларына, суреттеріне, зер салғатын жас сызықтарына қарап, саусағыммен сипалап отырар едім. Әсіресе кішкентай кезімде. Сондықтан бетіндегі ою, суреттерден түсінгенім өсімдіктің жасыл жапырақтары, сол жапырақтар арасындағы кішкентай әдемі құстар. Кейін ойласам, сірә бұл бұлбұл болар. Ал кілт бұралғанда шығатын саз сол бұлбұл үні. Сандықтың сыртқы әдемілігінен өзге тағы бір сыры бар. Мен білмеген, мен еш жерден естімеген күй тартады. Айша кілт салып ашқанда ғана құлаққа жағымды нәзік музыка ойнап сала береді. Бірақ кілт менің қолыма тимейді. Тие қалса, сол сиқырлы музыканы тыңдап отыра берер едім. Кілті де үлкен, басын оюлап тастаған, тістері қисық
қыңыр. Оны Айша бұрымының ұшына байлап жүреді. Айшаның қазіргі шолпысы сол кілт. Бұрын бұл сандықтың ішінде қымбат заттар сақталған шығар. Оны мен көрмедім. Менің көргенім, қазір бұл сандықтың ішінде азын-аулақ құрт бар. Содан кейін тәтті бар. Қант дейтін қант емес, науат дейтін науат емес. Екеуінің арасындағы дүбара, бірақ шырын. Күзде қызылша жиын теріні біткенде, колхоз еңбек ақыға бір қапшықтың дәресіндей құмшекер берген. Құрғақ құмшекерді шайға сала бергеннен гөрі тиімді деп бұл ауылдың қатындары әлгі құмшекерді қазандағы сүтке салып, қайнатып, қатырып алады. Яғни қатырма шекер. Сірә бұл үнемді, тиімді болса керек. Оны сандыққа салып қояды. Айшаның кілтті бізге ұстатпайтыны сондықтан. Сандықтың тек суретіне ғана емес, сиқырлы күйіне ғана емес, әсіресе ішіндегі тәттісіне құмартамын. Шіркін, сол әбдіре сақталғанда, қазір ол ең беделді музейдің сәні болуға жарар еді. Амал не? Кім білген оның қадірін? Бабамнан қалған көз еді деп, ата тегіңді ұмытпас едің ғой. Ата тегін ұмытқан имансыз мәңгүрттер қайдан шығады? Атадан қалған мұраны қастерлемеуден шығады. Бірақ біздің заман, біздің мектеп, біздің университет бізге білім беруден гөрі сол ата-бабаны мүлдем ұмыттырып жіберуге тырысып-ақ бақты ғой. Шатақ сандықтан емес, сандықтың ішіндегі қанттан шықты. Егер қант деуге жараса, сол баяғы Мұса тоғайы, тамыздың аяғы, тал-дарақ ұзатылатын қыздардай сыланып, жасыл желегін желбіреткен кез. Каникулға шығардың алды, каникулде басқа жердің балалары сияқты пионер лагеріне бармаймыз. Лагер дегеннің не екенін де білмейміз. Біз колхоздың жұмысына барамыз, Таспеттің қамшысының астында қаламыз. Сірә балалар ақылдың тасығандығынан емес, тірі жан түйсігінің түртпегінен. Біз әлі баламыз ғой, балаға тән заңдылықпен ойын ойнайық та деген тығылыма түйсік арқылы Мұса тоғайға жиналғанбыз. Кейін ойласам, бұл бабалардың бабалары бізге қалдырған өсиеттің бір түрі екен. Ойын арқылы сен болашақ азаматсың, отбасыңның иесісің, немесе алтын діңгегісің, болашақ анасың, болашақ әкесің деген ұғым білдіреді екен. Әсіресе қыз бала жағы бетегеден бойы аспай жатып, неге шиден қуыршақ жасап, оны киіндіріп, оған сүт беріп, ұйықтататып, неге сонша әлек болады? Ол мұның ойын екенін ұмытып кетіп, ынта-шынтасымен, жан-тәнімен беріліп істейді. 3-4 жастағы қыз балаға мұндай түйсікті кім береді? Күркешеміз түйіржапырақ, бүлдіршіндей әдемі әсем иманжапыраққа топырақ илеп, нан пісіреді. Меңдуананың қауашығын тазалап, тостаған жасайды. Шай дайын, нан дайын. Қап, қант болмай тұрған-ай, дейді әсем. Міне құмшекер, деймін мен, арықтан бір уыс құм әкеліп. Әсем қолымды қағып жіберді. Құм бетіме шашырады. Осындайда шекер болам екен? Деді. Неге болмайды? Сенің нан деп пісіргенің балшық, шай дегенің жай су, сонда құм неге шекер емес? Тәттінің жөні бөлек. Ол шын тәтті болу керек. Сонда ойыма сарт ете түсті. Біздің сандықта тәтті бар ғой. Аздап әншейін ойын үшін аздап алсам, Айша сезе қоймас. Бірақ кілті жоқ қой. Кілт Айшаның бұрымның ұшында. Өзі қызылшада. Дәл қазір жұдырықтай бір қант сындырып әкелсем, мына қыздың алдында кәдімгідей кісі болып қалар едім-ау. Жанымда тұрған бір топ меңдуананың қауашығын үзіп алып, қақпағын ашып, ішіндегі әлі піспеген дүмбілез дәнін алақаныма салып, міне шекер дедім. Әсемге жерден жеті қоян тапқандай. Қыз бетіме қарап тұрды да, өз саусағымен өз шекесін бұрғылап. Есің дұрыс па, меңдуана? Ғой, деді. Аздаған абыройдан әбден айырылып қалғандаймын. Енді бұл қыз мені жек көріп кетсе, Жолдасбек арам қутыңдап қолына түсіріп алуы оп-оңай.
Жолдасбекті ойлағанда ішіме шоқ түскендей селк еттім. Бұл асау қызға қайтсем жағамын. Тәуекел. Мен қазір деп үйіме қарай тұра жүгірдім. Абырой болғанда Құрмаш пен Батырхан Баянның үйі жағында жүр екен. Келе салып бір жуан шеге тауып алып, алашаны түріп тастап, сандықтың кілттігіне әлгі темірді соғып жіберіп, ары-бері ырғап көрейін. Шеге музыкалы тіршіге тиіп сыңғыр-сыңғыр етеді, бірақ нағыз кілт салғандадай сайрамайды. Шеге бір кедергеге тірелгендей болды, бірақ одан ары жылжымайды. Ай, қара терге түстім-ау. Мұса тоғайға құр қол қайтып бару үшін өліммен тең. Әсем, неге кеттің, неге келдің деп сұраса не деймін? Сандықтың аузын балтамен ұрып, талқандағым келіп кетті. Онда шын өлгенім. Айша тірі болса кешке үйге келеді. Жүгіріп барып қобдишадан кемпір-ауыз сеуітті алып, шегені сонымен бұрай бастадым. Күйші тілшік зың-зың етті де, бір кезде бірдеңе шарт етіп сынды да кетті. Шегені тағы салып, ары-бері ырғап едім, дыбыс жоқ, бұрынғыдай сыңғырламайды. Сөйтсем, сорлы басым, Сандуғаш сандықтың тілін жұлып алыппын. Болат тілшік сынып кетіпті. Сандуғаш мәңгі бақи үнсіз қалды, сайрамайды. Ойында нем бар, қызда нем бар, өр алмай жүріп. Сандықтың тілі емес, өзімнің тілім жұлынғандай болып, сол қызға қайтып бір ауыз сөз айта алмадым. Өсе келе де сол мінезім қалмады-ау деймін. Әйел баласына сөз айтуға келгенде, ойымдағы небір әдемі сурет, әсем теңеу, аузымнан шыққанда қожырап, әсіресіз, әрсіз, өңсіз, өлі балықтай былқ-сылқ етеді де қалады. Сандуғаш сандықтың жазыры шығар.